Так, мынау ВАЗ-2107 автокөлігіміз. Ол Лада ВАЗ-2107. Қазір автосканер жасап көреміз. Мына ЕГУ LM 327-дің көмегімен жаңа Nexia автокөлігіне салып көргем. Жаңа машин ғой. Оған ешқандай ошибка шығарған жоқ. Бәрі жақсы. Өте жақсы, керемет көрсеткіш көрсетті. Енді мына семеркінің жағдайын көрейік. Семерка мына жерінде ебу салатын орны бар. Салайық. Міне қызыл свет жанды. Енді бұған так Open Deck дейтін программасы бар. Соған кіреміз. Көліктің зажиганиясын ашамыз. Проверка. Опа, міне. Так, 3 ошибка шығарып тұр. Бірінші ошибка датчик расход воздуха, низкий уровень выходной сигнал дейді. Екінші ошибка датчик температура выпускного воздуха блок дейді. Высокий уровень сигнал, выходной сигнал дейді. Үшінші так, переключатель положение дрос заслонкой, а высокий уровень выходной сигнал дейді. Міне осындай болып қосылған кезде мынадай жасыл свет жанып тұрады, қызыл светтің қасында. Бұл жұмыс жасап тұр деген белгі. Міне подключенка off деп тұр, қосылып тұр. Енді бұны ошибка сброс жасап көрейік. Так, отмена. Так, сброс ошибка дейді. Сброс ошибка. Да. Міне 2 ошибканы кетірді. Жаңа 3 ошибка болып тұрған. Енді мына 1 ошибка қалып тұр. Датчик температура выпускного воздуха блок дейді. Бұны көлікте ашып, ар жағын толық қарау керек. Жаңа 2-3 ошибка кетті демек. Міне өздерің осылай автоэлектрикке барып ақшаларын құртқанша өздерің осылай ебуді сатып алып, каждый көлік айдайтын жүргізушіге керек деп ойлаймын. Енді біз өзім жалпы 2-3 машина айдаймын. Сол үшін алғанмын, осыны өзіме керек болғасын. Енді бұйырса осымен ошибкасын қарап, машина жағдайын біліп, өзің үшін ғой бәрі де. Өте керемет зат екен. Міне осылай пайдалана бересіңдер.